Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгін кезекті сабағымызды бастаймыз. Әріптерді қосып оқу. Бұл 4-ші сабағымыз болады. Фәтханы оқимыз. Яғни әр әріптің үстіне келетін әріпімен оқылатын фәтха. Б, Д. Әбәдә. Әхәдә. Әхәдә. Бәләдә. Қосып оқылуы бәләдә. Хәҗәра. Қосып оқылуы хәҗәра. Әдәбә. Әдәбә. Дәрәкә. Дәрәкә. Дәрәсә. Дәрәсә. Разақа. Разақа. Кәтәбә. Кәтәбә. Сәбәтә. Сәбәтә. Хәсәдә. Хәсәдә. Фәсәдә. Фәсәдә. Сәҗәдә. Сәҗәдә. Шәрәгә. Шәрәгә. Әр әріптің дыбысталуына мән беріңіздер. Нәсара. Нәсара. Йәдәкә. Йәдәкә. Арада. Арада. Вәзәнә. Вәзәнә. Құрметті мұсылман қауым, бұл сабақтың жалғасы бар. Келесі сабақта кездескенше